Кешар құрметті қадірменді тыңдармандар, сендерге қаріпті жүктеп оны компьютерге қондыру жолдарын үйретеміз. Скачать шрифты, скачать шрифт, Photoshop деп жазамыз. Яғни неше түрлі сілтемелер сіздердің назарларыңызға шығады. Бұған ешқандай код регистрация сұрамайды. Өте қарапайым бала да түсінеді оны, ешқандай қиындығы жоқ. Қазір кіріп жатыр сайтқа. Мінекей Так Pro 100 деген сайттан жүктейміз. Енді қаріпті қарып жатпайық, себебі ол маңызды емес. Кез келген қаріпті жүктейік, сендерге көрсету үшін. Мінекей жүктелді. Ол жүктелгенде WinRAR архив файл арқылы түседі компьютерге. Компьютерге енген шрифт бұл барлық бағдарламаға оқиды. Оны Photoshopқа салмайды. Мінекей WinRAR мен түсті, оның ішінен шығарамыз. Жаңағы шрифтті. Мінекей шрифт бөлек шықты. Оны енді панел управленияның ішіндегі шрифти деген бөлімге саламыз. Яғни қазір мінекей шрифти, бүткіл шрифттер осы жерде тұрады. Осыған салғаннан кейін Photoshopқа да оқиды. Барлық бағдарлама, барлық неше түрлі видео шығаратын бағдарламаларға. Мінекей шрифттер шықты. Енді жаңағы жүктелген шрифтті осылай мінекей саламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, салынды міне. Енді бұл шрифт осы компьютерге енгізілді. Енді бұны Photoshopпенен жазамыз. Компьютерге енгізілгеннен кейін ол Photoshopқа да басқа бағдарламаға да оқиды. Қазақстан деп жазайық. Жазу кішкентай болып кеткен сияқты ғой. Кішкентай болса демек оны үлкейтеміз. Мінекей үлкейтілді. Ортасына қойық. Енді жаңағы қаріптің атын еске сақтап, Photoshopтың қаріптер тұратын жерінен іздейміз. Себебі қаріптер көп, оны табуда қиын. Атын жаттап алмасақ, ол қай жерде екен? Мұнда тұр екен ғой. Міне жаңағы шрифт. Орысшада оқиды ғой негізі. Ортасына қоямыз. Міне қаріп оқып тұр. Осылай жүктейміз енді басқа қаріптерді. Бұны Photoshopқа салмайды. Панел управлениедегі шрифтедегі бөлімге салады. Соған салынғасын Photoshopқа да басқасына да оқи береді. Солай. Оның сайттары өте көп қазір. Бұл сайтқа тіркеліңіздер. Аязби дизайн, неше түрлі сабақтар, басқа нәрселер шығады. Иншалла. Зейін салып тыңдағандарыңызға рахмет. Бұл сайтқа жазылып, бізбенен пікірлеріңізді бөлісіңіздер. Ал жүздескенше күн жақсы.